Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Бүгін біз жемге баратын боламыз. Қазір жемнің несіне барғанда түсіретін боламын. Осы неден алатын боламыз қазір. Жабық есе? Одан не жем жабық екен, басқасын арамыз. Кебек аламын мен қазір. Кебек алғасын осыны алатжан. Қанша менде қазір 7.000 бар. 4.100, мына нешушка жем. Мына кебек 2.500 шағын. Сонда жетіпті 7.000 теңге осы екеуін аламын. Тауықтарыңызға не жем бересіздер? Нешушка машина салтыққа кебекті салатын боламыз. Кебекті әкелдік. Іске алсын. Кебекті әкелдік, несін жыртып, салуатым кебекті. Кебекті мен қашан берем тауықтарға қаза. Мен кебекті таңертең берем, обедке дейін салып кетем. Сосын ал нешушка жемдерін, сухой жемдерін оны кешке берем. Сол кезде семірмеуі мүмкін. Жақсы. Кебекте негізі пайдалы, арзан болғанымен бұздың пайдалы жақтары бар, арықтар қатты оқытым мысалға. Не көрсетсе. Осылай, суға араластырам енді. Көрсетем қалай беретінді. Нешушка жемді ақ бөле берейік. Нешушка жеміміз 25 кило. Жоқ болады. Достар, қараңыздар, рацион, несі составы, міне, не бар. Составында бидай бар, кукуруз бар, горох, жмых, подсолнечный, витаминный, минеральный премикс дейді. Көптеген аминокислоттар бәрі бар дейді, римный мука. Осыны беретін боламыз. Өз тауықтарыңызға не бересіздер сіздер? Комментарий жазып кетіңіздер. Бүгін Атырау жылы жақсы. Тауықтар сол далаға жеп қойды. Ал мына жемді біз бұлай просто осылай қоямыз. Қазір неме тауықтарыма кебек қалай жасайды көрсетемін. Су алдық енді. Осы тауық мана таңертең жұмыртқа тұтқа, жұмыртқа көрсетем. Суды аламыз. Көрсет, суды көрсет. Бір примерно бір 2-3 литрдей. Мына жемді бұлай қоя тұрамыз. Қазір кебекті. Мұнда көрсет. Осылай береміз. Араластырамыз, просто тауықтар. Салмандап жеп тұрмай енді. Кебек ол не үшін берді? Себебі арықтатады. Калориясы көп емес енді. Алдында мен аралас жем беріп жүрген ол дұрыс емес екен. Неге көп тумайды десем, себебі тауықтар аралас жемге витамині көп жоқ болғандықтан тумайды. Ал осындай кебектен, нешушка жемнен тауықтар керемет болады. Таяқты алып былай бұлғаймыз.
Қарындары ашып қалыпты тауықтарымның. Мен таңертең бұларға иттің тамағымен не бердім? Қамыс деген шөп бердім. Қазір жем алып тұрмын оны. Міне әдемі шыққан көрсетші. Осылай әдемі шығу керек, қатты сұйық болмау керек, қатты қою болмау керек. Чотко болу керек. Қазір тауықтарыма беріп алайын. Міне берер алдында осылай кормушкасын осылай дұрыстап істеп жібереміз. Сосын міне қараңыздар. Екінші кормушкасына да салайын. Достар, осы. Қазір несушка жемін. Мен негізі несушка жемін кешке берем деп алдым, енді бір рет болсын бүгін беріп көрейік. Әбетте. Ертең сабаққа кетем, сондықтан қойып тұру керек. Менің жездем де осы жемді береді, сондықтан оған көп болады. Негатива, мен түсірсейсің. Мен шамамен мен көп бермеймін, қараңыздар, примерно 200 грамдай мынау. Кішкене былай кебектің үстіне десерт сияқты береміз. Кебектің де өзінің пайдалы нелері бар. Қараңыздар, кебекті қалай жепті, сосын үстіне осы жақсы жұмыртқа туатын добавка қоямын, осылай беремін. Екіншісіне де сөйтеміз. Қараңыздар, кебекті жақсы жеп тұр. Кейбіреу бұны бермейді, тумайды деп беріңіздер. Өз опытымнан айтам сіздерге. Дұрыс тумай жатса, онда осындай несушка жемін не істеңіздер, беріңіздер. Міне осылай жақсы етіп болады. Жұмыртқаларын көрсетші. Мана айтқандай кішкентай тауығым бар ма? Міне осында. Міне осы жұмыртқаны тут кішкентай жасты балапан тауығым. 6-7 айлық, 8 айлық. Араңыздар кішкентай өте. Міне 5 жұмыртқа кеттік, аяқтың көрсетші. Көрсетемесін енді. Аяқта да жұмыртқалар бар. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп қолдап кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.